не деп тұрсыз, а? Біреудің өмірін құртып, адамдардың өмірін құртып, сонша мына жерде періште болып отырсыз ғой сіз, а? Отырам. Сіз періште емес, адам пейдіндегі періште емес, хайуан. Сен нормально отыр. Сен нормально отыр. Қазір мен сен деп аямай. Сен нормально отыр. Сен кімсің? Алкаш наркоман, блядь, сука. Ей! Сәл байқаңыздар, сіздер студияға шақырғанда, сіздер студияда маған онда циркті ойнаудың қажеті жоқ. Мен кешіріңіз әрине. Түсінем, сәлеметсіз бе? Біріншіден амандасып алайық, әдептілік сақтайық. Жақсы ма? Өтініш. Кішкене басылыңыздар, түсініп отырмын. Бір-бірлеріңізге айтарларыңыз бар сияқты. Түсініп отырмын бәрін. Жақынырақ танысайыншы сізбен. Саламатсыз ба? Менің есімім Көккөз Барыскөл, Сарыағаш ауданынан боламын. Ақжар елді ауылынан болам. 2011 жылы менің үйіме... Бүгін қорытынды жаңалықтарда. 700 адамға жалған несие қалайша рәсімделген. Шығыс Қазақстанда мемлекет қазынасынан 1 миллиард теңге ұрлаған қылмыстық топ мүшелеріне қатысты тергеу ісі басталды. Не деген ұзақ сөйлемді, деген жетпей қалды. Жетім қыздың ақшасына қол салған кім? Зуыққа не болып тұр? Светім. Тамаққан қиып тұр ғой, сосын ғой. Басынан ал жақсы. Жергілікті билік неліктен нан мен бензин бағасын тұрақтандыра... Жергілікті билік неліктен нан мен бензин бағасын тұрақтандыра алмай отыр. Жетім қыздың ақшасына қол салған кім? Оңтүстіктің Төле би аудандағы жетімдер үйінің тәрбиеленушісі байқаудан ұтып алған 400 мың теңгесін ала алмай отыр. Толығырақ 20:00-де ұлттық арнада. Дейсің ғой.